Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Барлығыңыз бүгінгі күнге сәттілік тілеймін сіздерге. Сабағымызды жақсы өткізейік. Енді сіздерді ортаға шақырамын. Өңкелерді сұрақ аяқтарымыз. Мен сіздермен қазір білесіз, білмейсіз деген ойын ойнатқым келіп тұр. Қазір мен бастаймын, ары қарай жалғастырып кетеміз. Рас ма? Ендеше, сіз білесіз менің ұстаз екенімді, ән айтатынымды білмейсіз. Ары қарай. Сіз білесіз, мен жақсы жүргенімді, бірақ көлік жүргенімді білмейсіз. Жақсы. Сіз Назым екенімді білесіз, бірақ мектебінші екенімді білмейсіз. Жақсы. Бірақ менің әжем балабақшада жұмыс екенін білесіз, сурет салатынымды білмейсіз. Жақсы. Менің досым онда екенін білесіз, бірақ футболшы екенімді білмейсіз. Жақсы. Мен үздік оқушы екенімді білесіз, бірақ мен би екенімді білмейсіз. Жақсы. Менің анам тігінші екенін білесіз, бірақ менің кесте тіге алатынымды білмейсіз. Жақсы. Рахмет. Сіз мені оқушы екенін білесіздер, бірақ дәмді тағамды дайындайтынын білмейсіз. Жақсы. Менің анам мұғалім екенін білесіздер, анама көмектесетінді білмейсіздер. Жақсы. Осыдан-ақ біздер сіздерді оқушы екендіктеріңізді біле тұра, тағы да қандай қырларыңыздың бар екенін танып біліп жатырмыз. Жақсы ма? Жақсы, енді екі топқа қарай өзіміз ыңғайласып барайық. Кез келген оқушы бара қояйық. Екі орынға араласып барамыз. Араласып барамыз. Так. Ақбай сенің де келе ғой. Жақсы. Жақсы. Әлі мында келе ғой. Жақсы, бара бермейді. Так. Бұлай берген себебі мына ортада сіздерде қиынды қағазда жатыр. Осы қиынды қағазды қазір астында тұрған ақ қағазға үйлестіріп жабыстырамыз. Қағазды табамыз. Мен сіздерге қазір әуен қосып қоямын. Соны пайдаланып, сол әуен біткен уақытта сіздер білім бересіздер. Қиындыны құрастырып.
Балалар, отырыңыз. Енді сіздер бұл суреттерді құрастыруда өздеріңіз байқап қарап отырсыздар. Кімдердің суреті және қандай әуен қойдым мен? Қожа бергені музыкасын. Дұрыс айтасың, бұл менің атым Қожа фильміндегі қандай әні? Туған ел әні. Және мен берген суреттерім қандай сурет? Қожаның суреті мында? Жантастың суреті. Енді өздеріңіз байланыстырып айтып көріңіздерші. Әуен менің атым Қожа фильмінен алынған. Сурет менің атым Қожадан алынған. Сонда біздің сабағымыз не жөнінде болуы мүмкін? Менің атым Қожа шығармасы бойынша. Балалар, бүгінгі күнді дәптерімізге түсіріп алайық. Қаңтар айының 29-ы. Тақырып Бердібек Соқпақбаев, менің атым Қожа. Енді сіздерге арнайы сұрақ. Менің атым Қожа кімнің шығармасы? Дұрыс айтасыздар. Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсатына келетін болсақ, балалар, мәтіннің тақырыбы мен негізгі идеясын анықтау. Біз өтетін мәтіннің тақырыбы мен идеясын анықтайтын боламыз. Тапсырмалар орындау арқылы осы мақсатқа жетуіміз қажет. Түсінікті ме? Жақсы. Енді қазір қараймыз. Біз өткен сабақта осы Бердібек Соқпақбаевтың шығармасына кіріспе шолу жасаған болатынбыз, иә? Солай ма? Енді сол бойынша біздер қазір тапсырма орындаймыз. Бір-бірлеп шығамыз, мында қазір 6 сұрақ бар, соған жауап береміз. Кім шығады? Келе қайын. Басағы қайсың? Орыс тілі пәнінің мұғалімі кім? Асыл. Жоқ, кім? Кім еді? Анфиса Михайловна. Жақсы, отыра ғой, келе ғой. Баса бер. Орыс тілінен орындалмаған тапсырма не еді? Қандай? Қыс кеші. Қысқы кеш. Кімнің шығармасы? Пушкиннің шығармасы. Бұны біз не істемеді, Қожа? Жаттамай келіп еді. Жақсы отыра ғой. Нұрсада келе ғой. Қожаның фамилиясы кім? Қожаның фамилиясы кім? Қадыров. Жақсы отыра ғой. Тағын кел. Кел әлі. Қожаның шын аты кім? Кім еді? Қожа берген. Жақсы отыра ғой. Кел әлі. Қожа берген. Менің атым Қожа кімнің шығармасы? Кімнің шығармасы? Бердібек Соқпақбаевтың шығармасы. Жақсы. Тағы келесі бір сұрақ қалды енді. Келе. Мұғалімі кім? Фильмдегі шығармадағы кім? Кім еді? Майқанова апай еді. Майқанова. Жақсы отыра ғой. Жақсы. Енді сіздерге қазір айтып кетейін. Мына жерде бағалау жүреді. Бағалау сіздерге
не көріп тұрмыз? Асықтар көріп тұрмыз. Осы асықтардан тапсырма бойынша ала отырып біздер алып отырамыз бағалауда. Осы бойынша қазір үш балл қоямын. Так, мына жерде. Содан кейін Нұрзада шықты, 3 балл есебінде. Так, одан кейін кім шықты? Аяла шықты, ойланып қалды. 2 балл қоямын. Раяна өте жақсы жауап берді, 3 балл қоямын. Назым ойланып қалды, 2 балл қоямын. Болды ма? Тағы Әлібек шықты. Әлібек шықты. Так, жақсы. Осылай бағалап отырамын, жақсы ма? Енді ары қарай жүреміз. Қазір мен сіздерге тыңдатамын. Менің атым Қожа шығармасынан аудио тыңдатамын сіздерге. Сол аудиода қандай сәт сіздерге суреттелген? Так, осы қазір. Так, енді осыны тыңдады, аудионы тыңдап шықты. Осы бойынша, осы үзінді бойынша 3 бұрыш әдісі қолданылады. 3 бұрыш дегеніміз мынандай. Мына жерде мен 3 бұрышқа 3 парақ іліп қойдым. Ол парақта менің білуімше, менің түйгенім, менің ойымша деген тіркестер тұр. Осы тіркестердің қасына барып, қайсысына ой білдіресіздер, қасына барамыз қазір. Сосын өз ойымызды білдіреміз осы үзінді бойынша. Қанекей, бара қояйық. Кім барады? Менің ойымша кім барады? Так. Менің білуімше кім барады? Жақсы барады. Так, жақсы. Енді өз ойларыңызды осы тіркесті пайдалана отырып айтайық. Менің ойымша Қожа қателік істеді. Так. Менің ойымша Қожа қателік істеді дейді. Жалғастырып кетуге болады ары қарай. Қожа өзін дұрыс істедім деп санап. Дұрыс істедім деп санап тұр. Қожаның істегені өте қате. Өте қате. Менің ойымша Қожаның іс-әрекеті қате дейсіз. Жақсы. Так, сіздерде. Менің білуімше Қожа Майқанованың қатты шошитынын білмеді. Так. Менің білуімше Қожа қандай бала? Қожа жақсы
Жақсы бала. Дегенмен не істеді? Дегенмен ол Қателіктер қателіктер істеді. жасады. Жақсы. Сіздерде менің түйгенім. Жалпы сіздердің түйгеніңіз не осы жерде? Менің түйгенім Майқанова Қожаны оқудан шығарғысы келді. Так. Менің түйгенім қожада дұрыс жасамады. Дұрыс қылықтар жасамады. Менің түйгенімше қожа жаман бала болды. Осы жерде өзінің жақсы жағынан емес, жаман жағынан көрініп қалғаны. Жаман бала деп ойлап қалдым, осы сөзімді де. Жақсы. Отыра қойыңдар, рахмет. Балалар, келесі тақтаға қарай қояйық. Бағалау парағымызға жаңа орындалған тапсырмамыз бойынша Ақбаянға 4 балл, Аялаға 3 балл қосамын, сонда 5 балл болады. Раянаға 3 балл қосамын, 6 балл болады. Толғанайға 2 балл қоямын. Әліби 3 балл қосамын. Сонда жалпы сіздерде әлімде 3 балл, Нұрзадан бағаламай кеттік. Нұрзадаға 3 балл қосамын, 6 балл. Ақбаян 4 балл, Аяла 5 балл, Раяна 6 балл, Назым 2 балл, Толғанай 2 балл және Әліби 6 балл болды. Сіздерге мәтіндер беремін. Мәтіндер сіздерге QR арқылы беріледі. Қазір бірінші топқа телефондарыңызды алғаныз.
Болса, аяқтайық жұмысымызды. Әуелі бірінші топты ортаға шақырамыз. Бірінші топ өзінің жұмысын таныстырады. Сіздерге берген тапсырма бірінші мәтіннің аты қожаның портреті. Бұл жерде не суреттеліп еді? Бұл жерде қожаның өз Иә, өзінің сыртқы ішкі бизнесі суреттелген. Жақсы. Сіздерге одан кейін тапсырма беріліп еді. Не деді? Қожаның әкесінің қандай адам екенін білмейді, өйткені 2 жасында майданға кеткен. 2 жасында майданға кеткен екен әкесі. Келесі. Екінші. Сөйлемді оқимыз. Қожа аты жөнін айтып, содан соң сырт бейнесін сипаттауға көшті. Себебі өз-өзінде айнадан қарайды. Өз-өзін айнадан қарайды. Жақсы. Әлі. Өзіне қарап өтеді. Қожа әжесінің тампыш неме деген сөзімен келіседі. Себебі 2 танауыма 2 саусағым еркін сыйып кетеді. 2 танауыма 2 саусағым еркін сыйып кетеді. Әжесінің тампыш неме дегеніне келіседі екен. Дұрыс па? Жақсы қарай. 4-ші. Әжесі қожаны ұзын бойлы болады деп ойлайды, себебі әкеме ұқсаған. Әкесі қандай адам болған екен? Ұзын бойлы болған. Жақсы, рахмет. Отыра қойыңыздар. Енді 2-ші топты шақырамын ортаға. 2-ші топтың мәтіні бұл не жөнінде еді? Мәтіндеріңіз. Мәтін даушыңыз. Не жөнінде? Бұл қожаның аты жөнінде. Атының қалай қойылғаны жөнінде. Қойма? Жақсы. Енді осы тапсырма бойынша сіздерге нені анықтау еді? Тақырыбы мен идеясы. Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау еді. Балаға дұрыс тәрбие беру. Дұрыс айтасыз. Идеясы не? Осыдан шығарамыз, тақырыптан андай шығарамыз. Идеясы дұрыс тәрбие бермеген соң ол тәртіпсіз балаға көңіл бөлу керек. Сол кезде қана тәрбиенің жемісін көреді. Жақсы. Енді осы тапсырмамыз бойынша балалар бағалауға қарап жіберейік. Сіздерді әлімге 2 балл қосамын. Жалпы 5 балл болады. Әлім. Нұрзадаға 3 балл қосамын. Жалпы 9 балл болады. Ақбаянға 3 балл қосамын. 7 балл болады. Аялаға 2 балл қосамын. 7 балл. Раянаға 3 балл қосамын. 9 балл. Назымға 2 балл қосамын. 4 балл. Толғанайға 2 балл қосамын. 4 балл. Әлібейге 2 балл қосамын. 8 балл болды жалпы. Біз ары қарай жүреміз. Қазір алдарыңызға QR тастаймын. Телефондарыңызды қолдарыңызға алыңыздар. Бұнда портрет тақтасымен біздер жұмыс жасаймыз. Қарайын, сіздер QR бойынша кіреміз. Қожа қандай адам деген сұрақ болады ішінде. Сол сұрақ бойынша қазір сіздер өздеріңіздің тақталарыңызға жазасыздар. Жазған жауаптарыңыз тақтадан шыға беретінді. Жақсы ма? Ашылыңдар. Аты жөніңізді жазуды ұмытып кетпей.
пікірлеріңізбен келісемін. Біздер бұны тек қана осы қазір ғана танысып отырған жоқпыз. Біз бұл шығарманың фильмінде тамашалап көріп жүрміз, солай ма? Оқушылар, енді сіздерге Бердібек Соқпақбаевтың өзінің негізгі айтқан ойын тыңдатқым келіп отыр. Құлақ салып тыңдайық. Бердібек Соқпақбаев менің атым қожа туралы шығарманы жазардағы басты мақсаты жақсылыққа тәрбиелеу. Қожа емес, есті тентек. Бір көрген адамға жаман бала, қиын бала болып кейін мүлде өзгеріп жақсылардың қатарына қосылып кететін балалар аз емес қой деген екен. Өмірде сендер де адаспай жолдарыңды таба білулеріңе тілектеспін. Ойындай, әр оқушы, әр бала өзінің орнын тауып кетуі бұл өмірлік қағида болып есептелмек. Енді сіздерге қазір асық ұсынамын. Бұл бізде сіздердің ойларыңызды білу үшін бүгінгі сабағымыз бойынша сіздерге асық ұсынған себебім мына жерде асықты иірген кезде қалай түседі, сіздер білеміз бе? Қандай түрлері бар түскен кезде? Алшы, тайты, бүк, шік. Қазір осыған байланысты біздер асығымызды иіріп лақтырамыз, сосын сол кезде қайсысы түсті? Егер де алшы түссе, бүгінгі сабақтың қандай әсері алдың деген сұраққа жауап беріңіз. Егер тайты түссе, не қиын болды? Бүк түссе, не қызықты болды? Шік түссе, бүгінгі сабақтан үйренгенім бойынша алда не істеймін деп ойлайсың деген осы сұрақтарға қазір жауап береміз. Шектен бастайық. Раяна. Қайсысы? Алшы түсті. Алшы деген бүгінгі сабақтан қандай әсер алдың? Мен бүгінгі сабақта өте жақсы әсер алдым, және де ұнады. Ұнады. Жақсы. Ары қарай. Не түсті? Бүк түсті. Бүк түссе, не қызықты болды? Маған бүгінгі сабақта қозаның суретін қарастыру қызық болды. Қызық болды. Тағы не қызық болды? Сабақ өте қызық болды. Жақсы. Келесі, Назым. Бүк түсті. Алшы түсті. Бүгін сабақтан қандай әсер алдың? Бүгінгі сабақта мен қандай әсер алдың? Керемет әсер алдым. Жақсы. Аяла. Бүк түсті. Не қызықты болды? бүгінгі сабақта маған қожаның портретін жинау және бүгінгі сабақ қызық болды. Жалпы қызық болды сабақ. Жақсы. Ары қарай кетіңіз да. Алшы түсті. Мен бүгінгі сабақтан жақсы әсер алдым және де түрлі қызықтар болды. Жақсы. Қай сәттер ұнады? Қай сәттерден әсер алдың? Маған қожаның қожа хикаясындағы кейіпкердің портретін қарастыру қызық болды. Және де QR арқылы жұмыс қызық болды. Жақсы, дұрыс. Толғанай. Шік түсті. Бұл бүгінгі сабақтан орынды тұр. Бүгінгі сабақтан үйренгенің бойынша алда не істеймін деп ойлайсың? Алда мен осы сабақтағы алған қажетті нәрселеріңді қайда қолданасың? сабаққа. Нелерді қолдануға болады?
сәтті жақсы әсер етіп қолданыңыз? Болашақта тәртіпті болып, Жақсы, қожаның жіберген қателіктерін қайталамайды. Жақсы. Так, бүк. Не қызықты болды сабақта? маған күйеуімнің істеген жұмыс өте Қызықты. Менің білуімше Үш бұрыш әдісі ұнады. Жақсы, өз ойыңды білдіруге. Жақсы. Так, шик. Үйренгеніңді алда қайда қолданасың? Не істеймін деп ойлайсың? мен қожаға ақыл айтар едім осы сәттерде Жіберген қателіктері үшін жіберген қателіктері үшін ақыл бергім келеді. ақыл бергім келеді. Ондай қателіктерді жасауға болмайды. Жақсы. Так, балалар, енді сіздерге үй тапсырмасын беремін. Үй тапсырмасы дәптерге жазып қоямыз. Қожа сөзіне 5 жолды бөледі. Синквейн, білеміз ғой, синквейн әдісін. Қожа сөзіне 5 жолды өлең жазып келеміз. Жазып аламыз. Тапсырма. Так, балалар, енді бүгінгі осы сабақ бойынша қорытынды бағалауларымызды қарап жіберейік. Әлім 5 балл, Нұрзада 9 балл, Ақбаян 7 балл, Аяла 7 балл, Раяна 9 балл, Назым 4 балл, Толғанай 4 балл, Әлеми 8 балл. Енді осыған қарай біз баға аламыз. Баға бойынша Әлемидің сабаққа қатысуы бойынша 8 балл қоямын. Әлімнің сабаққа қатысуы бойынша 7 балл қоямын. Нұрзаданың сабаққа қатысуына 9 балл қоямын. Ақбаянның сабаққа қатысуы бойынша 8 балл қоямын. Аяланың сабаққа қатысуына 8 балл қоямын. Раянаның сабаққа қатысуына 9 балл қоямын. Назымның сабаққа қатысуына 6 балл қоямын. Толғанайдың сабаққа қатысуына 6 балл қоямын. Себебі бұл жердегі қойылған бағаға мен сіздердің сабақтағы қатысқан белсенділіктеріңізге қарай бағалап отырмын.